Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Семей қаласының көлік колледжі коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының арнайы пәндер оқытушысы Елбаева Айжан Сәрсенғазиевна. Бүгін біз сіздермен автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы пәнінен беріліс қорабының құрылысы және жұмысы тақырыбын қарастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты автокөліктің беріліс қорап түрлерін тану және білу. Біздің алдыңғы тақырыбымыз автокөліктердің ілінісі болады. Соған сәйкес үй тапсырмасын тексеру мақсатында келесі сұрақтарға жауап берейік. Автокөлік трансмиссиясы дегеніміз не және оны не құрайды? Трансмиссия дегеніміз қозғауыштың білігінен жетекші дөңгелектерге айналдыру моментін жеткізеді және түрлендіреді. Трансмиссияға мыналар кіреді: ілініс, беріліс қорабы, карданды беріліс, басты беріліс, дифференциал және жарты осьтер. Келесі сұрағымыз: ілініс деген не және ол қандай топтарға бөлінеді? Ілініс дегеніміз жұмысы сырғанаудың үйкеліс күші әрекетіне негізделген механизм, айналу моментін беру үшін тағайындалған. Ілініс қозғалтқыш пен трансмиссияны уақытша ажыратуға және оларды қайтадан қосуға арналған. Басқару тәсілі бойынша іліністер механикалық, гидравликалық, электрлік және құрамдастырылған жетегі бар іліністер болып бөлінеді. Келесі түрі үйкеліс түрі бойынша құрғақ және сулы, іске қосу тәртібі бойынша үнемі тұйықталған және үнемі тұйықталмаған. Жетектелетін дискілер санына байланысты 1, 2 және көп дискілі болып және басқа да критерийлер бойынша бөлінеді. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, бағана айтып өткендей, бүгінгі тақырыбымыз беріліс қорабы. Жалпы беріліс қорабы дегеніміз айналу моментінің шамасы мен бағыты бойынша өзгерту және оны қозғалтқыштан жетекші дөңгелектерге беру үшін тағайындалған механизм. Сонымен қатар ол қозғалтқыш пен жетекші дөңгелектерді ұзақ уақыт бойы әрі шексіз мерзімге және жүргізуші жағынан күш салмай ажыратуын қамтамасыз етеді. Жаңа тақырыпты түсіну мақсатында келесі видеороликке назар аударып тыңдап отырайық. Механикалық беріліс қораптарының көптен бері автокөліктерге сәтті пайдаланады. Ол бүгінде трансмиссияны ең танымал түрі. Бұл бейнеде артқы жүріс тетігі бар механикалық беріліс қорабының жұмыс істеу тәсілдерінің тұжырымдамасын түсіндіріп өтемін сіздерге. Жалпы автокөлікке трансмиссия не үшін керек деген сұрақтан бастайық. Қозғалтқыштан туындаған күш трансмиссия арқылы жетекші дөңгелектерге беріледі. Трансмиссияның негізгі міндеті ретінде автокөліктің түрлі қозғалу жағдайларында жетекші дөңгелектің айналу сәттерін және жылдамдығын басқару болып табылады. Мысалы, өрге қарай жүру керек болса, айналу моменті көбірек қажет болады. Беріліс қорабының көмегімен жылдамдықты азайта отырып, қозғалтқыш қуатын өзгертпей, айналу моментін арттыруға болады. Және керісінше, үлкен айналу моменті қажет болмаса, беріліс жылдамдығын көбейте аламыз. Енді беріліс қорабының ішкі механизмін қарастырып көрейік. Механикалық беріліс қорабының жұмысы қарапайым берілісті қатынас қағидасына негізделген. Берілістің негізгі тетігі осы жерде көрсетілген. Бұл аралық бірлікпен бірлестірілген кіріс және шығыс біліктері. Үшінші жылдамдықта тетік мынадай болады. Тегіршіктерді жай ғана жылжыта отырып, берілісті қатынасты өзгертуге болады. Трансмиссияның осындай түрі қозғалмалы күймешелі деп аталады. Ол автокөліктің жылдамдығын басқаруға мүмкіндік береді. Бірақ оның бір кемшілігі бар. Бір тегіршіктен ажырап, екіншісіне қосылу оңай емес. Тұрақты ілінісу тегіршіктері бар осы мәселені шешуге мүмкіндік береді.
Бұл жерде тегіршік тістері әрдайым ілінісіп тұрады. Бірақ бұның бір ерекшелігі бар. Шығыс тегіршіктер білікпен мықтап бірікпеген. Егер білікке бір тегіршікті мықтап қостырсақ, онда білік осы тегіршіктен берілетін жылдамдықпен ғана айналады. Шартты қозғалыстың көмегімен түрлі берілісті қатынастарда алу жолдары көрсетілген. Төртінші, берілісте кіріс пен шығыс біліктері тікелей байланысы қызықты жайт. Соны қарастырып өтейік. Білік пен жұмсақ қосылу арқылы біріктірілген тиімді және біркелкі тұйықтай білу қабілеті механикалық беріліс қорабының мәні болып табылады. Бұның қалай жүзеге асыратынын көрейік. Ең алдымен біліктер тегіршік синхрондаушы конусы мен бұғаттаушы сақинасы болады. Тегіршік білікке бекітіледі. Осы жүйеде тегіршік бойымен еркін жылжитын жалғастырғыш пайдаланылады. Жалғастырғыш синхрондаушы тістеріне қосылса, тегіршік пен кіріс білігі ілеспелі түрде айналып қажетті ілінісуге қол жеткізілетіндігі анық. Алайда, тұйықталу барысында білік пен тегіршік екі жылдамдықпен айналады. Сол себептен мұндай тұйықталу оңайлықпен берілмейді. Синхрондауыштың бұғаттаушы сақинасы тегіршік пен білік жылдамдықтарын сәйкестікке келтіруге көмектеседі. Бұғаттаушы сақина тегіршікпен бірге айнала алады, бірақ ол білік бойымен еркін жылжи алады. Жалғастырғышты жылжытпай тұрып, ілінісу тепкісін басу қажет. Осылайша беріліске күш ағыны берілмейді. Жалғастырғышты жылжытқан кезде ол бұғаттаушы сақинаны синхрондаушы конусына қысады. Бұғаттаушы сақина мен синхрондаушы конус арасындағы үйкеліс күшінің жоғарылағаннан тегіршектің жылдамдығын біліктің жылдамдығындай болады. Басқа берілістерде де ауысу осындай жолмен жүзеге асады. Мысалы, ол көріп отырғандарыңызда бірінші берілісте де осындай жолмен жүзеге асады. Берілістерді ауыстыру тұтқасының жұмысын да көруге болады. Ал енді сабақты қорытындылай келе, конспекттің соңына өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап жазамыз. Олар мыналар: карданды берілістердің түрлері, беріліс қорабына қойылатын талаптар, асинхронды кардандар дегеніміз не және оның құрылысы. Үй тапсырмасы. Canvas платформасындағы дәрістік материалды көшіріп жазып, конспектіні қайталаймыз және тақырып бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланып өзіміз білімімізді тереңдетеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.